Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін кездесіп отырған кезін сұхбаттасып, Қуат Ахмет деген жігіт тіл майданының жауынгері. Осы тіл мәселесі, осы тартыс арпалас қозғалыстың Алматыда басқарып жүрген көсем. Осы тіл майданы ғой енді, шайқас кәдімгідей. Көзге көрінбейтін шайқас. Павлодарда Руза апамыз бар, Өскеменде Жұлдызай қарындасымыз бар. Бірен-саран ана жақта, мына жақта жүрген адамдардың бірі осы Қуат. Түркиядан келген бауырласымыз бар, қандасымыз Оғыз Доған. Осы тіл мәселені көтеріп, тіл проблемасын, қазақ тілі әлі дұрыс өзіне лайықты деңгейге жетпеген, өз орнын әлі алмаған қоғамда осыны көтеріп, осы саясатты жүргізіп атқан қазақтандыру деген. Ол енді өзімізден бар, қоғам. Байқамай жүре береміз. Фискалды кассовый чек орысша жазылады, дүкен сымақ, ойын сауық кешен не болса да берілетін чектер орысша. Қай жерге барсан анонс, жарнама бәрі орысша. Сол қазақ тілінде әлі үйтіп тарқамаған. Алып сатар жаңағы кәсіпкерлердің мәдениетіне сіңбеген әлі. Қазақ тілді болу керек деген құжаттары. Көп жерге барсан менюдің өзі орысша ғана жазады, қазақша ештеңесі жоқ. Соны айтсан антан болады. Бірақ иелері өздері қазақ. Тамақты алып беріп жүрген официанттардың бәрі қазақ. Бухгалтериясына кірсең қазақ. Неге орысша десең антан болады. Бірінші рет естігендей. Сол өзімізден де бар, бірақ осыны көтеріп, осы мәселе маңызды екен. Дәл қазіргі кезде қажеттілігін көрсетіп, астына қызыл сиямен сызып жүрген осы проблемаларды бар қолдарынан ұстап, құзырлы органдарға жазып, солардың көңілін біз жаққа ауыстырып жүрген осы Қуат. Қуат, саған бір сұрақ. Қазір әлеуметтік желіде шулап отыр. Оғыз Доғанның жазған несі бар. Сенмен бір жерге барған ба, не істеген? Сол полиция іс қозғаған ба? Неден басталды, не болып жатыр? Дәл қазір жағдайы қалай? Айтып берші. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Осы тіл майданының жобасы осы 3 шілдеге жоспарладық. Бұл науқанның аты қазақша сөйлеу және талап ету бұл қылмыс емес деген акция. Соған мен осы бүкіл Қазақстанға үндеу жасадым. Осы біздің акциямызға 14 қала қосылды, белсенділер. Соның ішінде Түркия азаматы Оғыз Доған бауырымыз, енді ол бізге қазаққа жиен болады. Сондықтан жұбайы Қазақстан Республикасының азаматы, ол кісі де осы акцияға қосылам, екінші күн барып, бір дүкенге барып, нан алам ба, немесе бір зат алам ба, сонда егерде мемлекеттік қазақ тілде болмаса, ескерту жасаймын. Оғыз Доған айтқан ма? Иә, Оғыз Доған айтты. Сол видео үндеу жасап бізді қолдап, сол үндеу жасаған күні кешке астаналық полиция қызметкерлері келді, және штатский киімде, ол енді ойлаймын, 3 әріпті бар қызмет қой, КМБ ма, солар келіп, ескерту жасап кетті. Енді бұл қызық нонсенс болып жатыр да, шетел азаматына келіп, біздің полиция қызметкерлері өзін бұлай жымиып, мәдениетсіздігін көрсетіп, біз не, үйге шақырмайсың бә, ет бермейсің бә, солай кекетіп, Оғыз Доған ол қандай мағына беріледі, сондай топас сұрақтар қойып, масқара қылды енді. Жоқ, себебі не келген сонда? Себебі келгені... Жаңағы бейне ма? Иә, жаңағы бейне, сіз не халықты акцияға, митингқа шақырватсыздар ма дейді. Енді Оғыз Доған айтады, жоқ, мен жай өз басым шығып, дүкенге барамын да, нан алам. Егерде ана жерде хлеб деп жазды, мемлекеттік қазақ тілінің заңнамасы бұзылып тұрса, ескертем. Соны видеоға түсірем. Өйткені заңдарды білесіздер, тұтынушылар құқығында
видео және фото фиксация рұқсат етілген дүкендерде. Соны видеоға түсіремде, осы Қуат Ахметов бүкіл қазақ еліне жариялаған акцияны қолдап, мен де сол күні шығам деп. Соны мынау полиция қызметкерлер бір митингқа шақыру деп солай ойлап қалды. Бұл арызданған ғой сонда, шағым түскен. Иә, негізі Жайдан жай нетпейді ғой. Жайдан жай нетпейді. Жай бейнені көріп, келе салады. Оның артында біреу жазған біреулер бар, оны олар әрине айтпайды. Мәңгірген қазақтар жетеді ғой, мәңгірген албасты сорлы қазақ жетеді өзіміздің арамыздан. Иә. Бөтен ұлттарды айтпай қояйық, біреу жазды. Қазақша кім түсінеді оларды? Иә. Достар, сондықтан бұл осындай резонанс тудырды. Бүкіл сайттар, Түркияның журналистері, қазір саясаткерлері де осыны талқылап жатыр ма? Бір жағынан жақсы болып тұр. Иә, олар бізге пайдалы ғой онда. Иә, айтады да, мыналар өз қазақ елінде қазақ полицейлері орыс Ресей Федерациясының мүддесін қорғап жүр ма дейді Қазақстан. Иә, солай болып тұр ғой енді. Өйткені мына біздің министр, ішкі істер, жаңа көбісі ішінде жүрген қызметкерлері енді жартысынан көп жасыратын ештеңесі жоқ. Өздері сондай орыстанған мақұлық сондайлар ғой. Иә. Қазақша сөйлесең жауап бермейді, орысша сөйлейді. Өзімізден бар ол. Иә. Өйткені ол неге айтып жатыр? Анау штатскийда кірген үлкен офицер сол айтты да, сіз қазақша талап етсеңіз орыстар ренжиді ғой дейді. Бұл дегеніміз анау полиция қызметкерлері орыстардың атынан келіп, солардың құқығын қорғап. Иә, орыс тілін қорғап жүр да қазақ жерінде. Иә, сенде оларға қазақша сөйлеменде олар ренжіп қалады. Иә, ренжіп қалады. Енді оларда ренжіткенде де жоқ. Оғыз Доған бауырымыз жақсы айтты. Бұнда ұлт мәселесі жоқ. Бұнда тек қана Қазақстан Республикасының заңы бұзылып жатыр. Тұтынушылар құқығы және тілдерге қатысты ата заңымызда жазылған мемлекеттік қазақ тілі. Осы екі нәрсе заң бұзылып жатыр. Соны ескертеміз. Қазақтың құқығы бұзылып жатыр. Иә, қазақтың қақысы бұзылып жатыр. Ол жерінде қазақша қызмет көрсетілмейді. Полиция қызметкері келіп, орыстар ренжиді ғой дейді. Біз оған не айтып жатыр, ол бізге не айтып жатыр. Сондықтан бұл негізі бізге осы тіл майданы жобасына жақсы реклама болды. Анау ішкі істер министрлері келіпті, бізге тегін реклама жасап берді. Орыс сол кезінде енді Түркия саясаткерлері оларды таң қалады. Сонда қазақ полицейлер кімге, қазақ халқына қызмет етеді ме, немесе Ресей Федерацияның еліне қызмет ете ме? Сондай бізде де сондай ой туындап жатыр. Астананың полициясы ма келіп жүрген? Иә, Астананы, иә. Оғыз Доған бауырымыз Астана қаласында тұрады. Нұр-Сұлтанның полициясы енді бар ондай. Өзімізден, жаңағы айттым ғой, бәрі өзімізден, өзіміз сол балықтарып жүрген. Иә. Кінәлайтын ешкімді жоқ, әшкерлейтін, балағаттап, аналардың кесірінен деп. Сол кедергі қойып жүрген бізге өзіміздің қазақ. Солай ғой? Иә. Сенің тәжірибең бар, талай жерге барып, аралап, осындай немен ұстас болып жүрсің ғой енді. Өзіне арыздар жазып отыр. Сол бәрі кілең қазақтар ғой. Иә. Ана жолы сен бір дүкенге бардың, бейнесін көргім. Ана ішінде бөлі жүр, күзетшісі, дүкеншігі, бәрі қазақтар ғой. Иә. Сонда сенің талабың, ұсынысын айтылған, мына жердегі тауардағы жарнама қағазы неге орысша жазылған дегенге саған сотқа бергісі келіп. Ал енді бауырымна, бұл енді үлкен жұмыс, бір күнде істелінбейді. Жаңағы бір жағынан сөздің жөні бар. Мысалы, неге Түркия азаматы Оғыз Доған келіп, біздің орнымызға, жаңағы Түркия бақтары бізге де сұрақ қоюы мүмкін. Неге сендер Оғыз Доған жүреді, сендердің мүдделеріңді қорғап, өздері неге шықпайсыңдар? Ол қазақтың жұмысы ғой жалпы. Біздің құндылығымыз, біздің тіліміз, оны өзіміз қорғауымыз керек. Басқа ешкімге жүктемей, Оғыз Доған болсын, қанша бізге жақын болса да, ол шетел азаматы. Сол өз қолымызда. Мына жаңағы флешмобты мен қолдаймын. Мен өзім күнде оны істеп жүрмін, бірақ бейнеге түсірмеймін. Мен былай істеймін. Қай жерге барсам да қазақша сөйлеймін. Олар қазақша маған жауап бермесе шығып кетіп. Оларды түсінбегендей болды. Ол да енді флешмобтың бір түрі. Бірақ сендердікі менікінен гөрі дұрыс. Резонансы көбірек. Осылай да істеу керек. Мына Қуаттың осы тайпаның флешмобына қосылсыңдар, қосылыңдар. Бірақ керек жоқ, бір жерге барып, айқай шу көтеріп, күндес қатындар сияқты өз дәрежемізді түсіріп, айқайға айналдырып.
заңды өркениетті түрде бейнеге түсіріп алып, міне сосын оларға антиреклама жасау керек. Иә, сондықтан Қазақша сөйлемейтін жерге қазақ бармау керек. иә, дұрыс. Қазақша қызмет көрсетілмей кетіп қал. Не көп, дүкен көп, кафе көп қазір 50 метр сайын. Иә. Сондықтан достар, осы каналды пайдаланып, осы тіл майданы жобасына біз үйретеміз. Мәдениет түрде барып, мысалы, ақ костюм шалбар киіп, талап етіп, тек қана былай қашып кетеміз. Міне қағазды. Біз осының бәрін тегін ақша алмаймыз. Адвокатымыз бар, Абзал Құспан. Алматыда 2 заңгер қосылды. Сол мынау қағаздарды сізге WhatsApp номеріне жіберем. Сол қағазды барып айтасыз, міне қалқам заң. Екінші айтады, мынау видео нельзя снимать, анау десе, екінші қағаз міне қалқам. Оны не қағазда қайықтан аласыңдар? Халық біліп жүрсін. Ол кәдімгі тұтынушылар құқығының заңын ішінен біз әдемі қылып істеп алдық, WhatsApp-қа жібереміз. Сіз ксерокопиядан шығарасыз. Не, сол заңның бір бабы ма, не? Иә, заңның бабы, қазақтар тілдер заңнамасы. Бүкіл жерде қандай бабы, несі? 21-ші бап Конституциядан алынған. Сосын тілдер заңның ішінде бір тармағы бар. Соны ксерокопия қылып алдық. Соны бүкіл маған хабарласса, мен WhatsApp-ына жіберем, ксерокопия. Екінші, анау тиіседі ғой, видеофиксация түсіруге болмайды. Ол закон о потребителях та бар, оны да жібереміз сізге. Сосын досудебный претензия дейді. Ол қағазды сіздерге жібереміз. Сондықтан осы Мәкеннің YouTube каналының астына мынау бөлек телефон алдым. Мен сенің телефонды салсам. Иә, телефон. Кімде осындай мәселемен кездесіп қалды, саған телефон соқса, WhatsApp-қа жіберсе, мысалы Қарағандыдан, Қостанайдан, Оралдан, бүкіл жерде бар ғой бұл проблема. Бүкіл жерде. Қызылордада ғана жоқ шығар? Жоқ, Қызылордада Байқоңыр бар. Енді Байқоңыр, Байқоңыр орыстардың қарамағында ғой, Ресейдің қарамағында қалады. Оғанда сондықтан достар біз күшейсек, қазақтың деген аты бар, заты жоқ ол. Ертең Құдай қалса күшейсек, солай ретпен әрбір қалаға барамыз да, заңды түрде. Прокуратураны шақырамыз да, прокурорға талап қоямыз. Халқа, мына сенің жұмысың, надзор. Сендер не? Сондықтан жаңа Мәкен дұрыс айтты, біз бұл тәсілге дайындалып жатырмыз. Қазір сот беру процесі, сосын мынандай флешмоб өткіземіз. Барамыз да, бұны Кавказский метод дейді. Біреу барады да, дүкенде қазақша талап етеді. Бұлар кетіп қалмайды, неге деп. Сосын бір топ құрады да, екінші барып талап етеді, үшінші талап. Солай барып бір нені қадап нете беру керек та. Біреу арыз жазады, сосын айтады, сен неге қазақша. Маған мысалы бүгін Алматының жігіттері хабарласты, жас жігіт. Барсақ, дүкенде тұр, қазақша сұрасам, енді ауылдан келген Нарынқолының жігіті, орысша сөйлемей айтады. Я не буду на казахском отвечать, мне казахский не нужен, я не обязан учить. Сонда қызық, біздің қазақ ұлты, мынау жастарын соған, жастар ауылдан келеді айтады, аға мен мысалы талап етіп бардым, неге қазақша ол айтады дейді, мен қазақша сөйлегім келмейді. Дұрыс, мүмкін ол сөйлексін, сен неге орысша сөйлеу керексің? Бұл Қазақстан мемлекеті ғой. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Ол бәрі жарайды, енді талай бұл сапырылған майда көбі шықты, тек суды ғана сапырып атымыз. Оларға жаңағы мен қазақша неге сөйлемеймін десе, дүкеншік сатып тұрған адам, ол жерге қазақ бармау керек. Ештен алмау керек. Сөйлемейсің ба, сау бол. Жоқ. Қалсын орыс тілді клиенттермен. Тек қана бармау емес, прокуратураға жазу керек. Оған прокуратура... Ол өйткені ол міндетті қазақша сөйлеу. Солай ғой? Ол менің просьбам емес, пожалуйста емес, бұл заң. Заңды орындау керек. Заңды орындау керек. Егер де сен қазақтың теңгесін аласың, ол қазақтың ақшасын айт. Байқадыңдар, теңгеде орыс тілін алып таста. Маған рубльмен платите деп айтпайды ғой. Теңгені алады. Теңгені жақсы көреді. Қазақ тілін жақсы көрмейді, олай болмайды. Біз соны міндеттеу заң аясында. Сосын мына прокуратураға қалай жазылатын бүкіл Абзал Құспан адвокат әдемілеп тұрып жазып бер. Оның нұсқасы да бар. Нұсқасы ережесін бірінші қадам, екінші қадам деп инструкция ретінде берілсін, біз оны таратайық қазақтар. Бұлай істендер деп. Қараңыздар, сол екі қағазды ғана барып айтасыз, ол не үшін? Соны ксерокопия істейсіз де қалдырасыз. Егер де айтса, а где написано на русском? Қалқам, біз кеше сөйттік. Оқыды, үстінде қазақша, астында орыс. Сосын екінші, видеоға неге түсіресің? Қалқам, закон о потребителе.
сосын оның үстіне міне дайын қағазда супермаркеттің атын жазасың, фамилияны жазасың, сосын сотовый телефон адресін қаласың. Қалқан міне саған ескерту қалдырдым. 5 күнде жауап бермесем біз прокуратураға бітті. Бізде ана үлкен ритейлер дей ма, не дейді, сосын жүйе қандай желі магазиндер бар ғой, Сулпак, Технодом, Белый ветер. Көбінесе сондай жерлерде қазақша сөйлемейді, мүлде ешқандай қызмет көрсетілмейді. Сол сендердің қазір көзденіп отырған объектілерін қандай, неден бастайсыңдар? Мына майда шүйде дүкендерге барып қажет жоқ. Жоқ, қажет жоқ. Үлкен сеттер не дейді? Иә, үлкен нелерге бағу қазір Белый ветерден бастадық. Белый ветер қазақша мүлде көрсетпейді. Мүлдем жоқ та. Персоналды және қазақтарды алмайды. Менің байқағаным. Иә. Олардың иесі өзі сондай әбден орыстанған біреу Қарағандыны. Беті қазақ, іш күйі бәрі орыстанып кеткен біреу. Сол жүйені таңдадық. Қазақтарды жақтыртпайды өзі. Сосын Сулпакты таңдадық. Осы екі дүкен және де осы жерде пайдаланып, осы екі дүкенге барсаңыздар, және мынау мәке қазір астына мен емес, мен бөлек номер алдым, мұнда юристтер тіл майданы. Сол номерді салайын, тіл майданы деген қозғалыс қой кәдімгі. Иә, қозғалыс. Мен де оның мүшесі болайыншы. Иә, оған осындай кісілер, ұлтшылдар, өйткені тіл бар ғой, бәрін қамтиды. Кейбіреулер ойлайды ғой, сен жағдайымыз дұрыс болмай жатқанда сен қайда? Жағдай неге дұрыс болмайды? Індет болып жатқан кезде сыбайлас жемқорлықтан құтыла алмай тілді қайтесіңдер шұқылап. Иә, тілдің артында сол жатыр, сен барасың, мысалы, қандасымыз Қытайдан келеді, анау миграционкада тұрып, я не понимаю, пиши на русском дегенде. Ол коррупция содан басталады, соған 5000 теңге береді де, анау аудармашыға жазылады. Оның артында бүкіл, егерде қазақ тілін сыйламаған бастық сондай мәңкүрт отырса, ол сондай коррупция нерде болады, солайда сотталады. Оны дәлел, мысалы, Қостанайда білесіздер, әкім болды Садвакатов деген. Ол да сол Павлодардан Бақауов деген, ол да кілен орыстарды алып келген, жолдар төсейтін армян, ана жерде орыс, қазақтарды жолатпаған, сондай бір мал. Сондықтан сотталды, соған қуанған мен. Соның байланысы бар, ол қазақ, ол анау қазақ тілі сыйламағаннан ертең халықтың қарғысы жай жібермейді. Руза апамды күліп қабылдамай сол Бақауов. Қанша нетті. Халықтың қарғысы қалай нетеді? Анау Rich Family'дағы анау Айдын деген жігіт, ол да мысалы көрмеймін. Мүмкін істейді шығар, бірақ шығып кетті дейді. Оған екінші күн бір ақсақал барып бетіне түкіріпті. Күнде бара береді. Өйткені сен өз халқына қарсы шықсаң, тіл ол халықтың жаны. Егер де біз қазір мына тілді орнатпасақ, осылай сол бастықтар, әкімдер балаларға Питерде оқиды, олар мақтабастар, мынау Мәкен Темісі, Ватник, тіл, екеуі бірге жүреді. Бірге жүреді. Егер де қазақша сөйлеуге ұялса, ол диагноз Ватник. Автоматты түрде ол егер де одан ұялмау керек те, қазақша сөйлеу, сосын тақия киюге ұялмау керек. Тақия ки, сен сонда мынау Шотландияның өзі юбкаларын киіп жүреді ғой. Олар Ватник емес. Мысалы мен орыстарға айтамыз, орыстар лапти кимесе, олар ватник. Нағыз орыс лапти киіп жүру керек. Сонда мен ұлтшыл деймін. Енді қазақтар... Біз ондай неге апарып қажет жоқ. Бұл мысқыл, сондай не ғой, әзіл. Бірақ тілмен не бәрі бірге жүреді. Егер де мына тіл мәселесі шешілсе, бәрі өз орнына ақырын тұра бастайды. Коррупцияда, өйткені қазақ тілді азамат, мен ойлаймын, ол өз ұлтына, егер де өз тілін сыйласа, қазақ өз ұлтына зиян келтірмейді, қастандық келтірмейді, жемейді. Білесіздер, Мұхтар Шаханымыз, ағамыз, қазақ тілді, міне, ол кісіні қанша қудалап жатыр. Әрдайым бір сөзіне штраф салады, шақыртады полиция. Сондай кісілер халыққа қызмет етеді. Өйткені ол қазақ тіліне қызмет еткен адам қазақ халқына да қызмет етеді деп есептеймін. Жарайды, бірақ қазақ тілдің ішінде де жетеді, жеткілікті әртүрлі жексұрындар, жемқор. Бірақ мәселе ода емес. Енді сөзімізді аяқтайық. Соңғы ұсыныс па, қалай ақыл ма, жаңағы тағы да бір айтып жүрші, қайталап. Қандай құжаттарға сүйену керек? Жаңағы заң, тіл заңы, конституция, сол. Сосын не дедің тағы да? 21 бап конституция және тілдер заңында жазылған бүкіл
көрнекті ақпарат мемлекеттік қазақ тілінде үстінде және астында орыс немесе тек қана орыс емес, егер де сол жерде мысалы өзбектер көп болса, немесе ұйғырлар, бөтен немесе немістер тұратын шығар, мүмкін Ақмола болсын, қазақ және неміс тілінде, онда орыс тілі міндеттеп жазылмаған. Орыс немесе басқа тілдерде. Және де біз енді нетіп жатырық, мынау конституциядан орыс тілін алып тастаймын, Құдай қаласа, сонда бірақ тек қана орыс қазақ тілінде жазуға ол да болады. Орыс тілінде жазып керек емес. Оны біз дәлелдеп, сол бір заң, сосын тұтынушылар құқығының заңы, осы екі қағаз мен мысалы сізге WhatsApp-қа жіберемін, және номерді саласыз, бүкіліне тарап. Сосын сотқа дейінгі талап деген қағаз дайындап берді Абзал Құспан. Онда сіз сонда бір мәтінін жіберсең, үлгі ретінде. Біз оны сұраған адамға жібере береді. Олар сендерге жазбай, анау айдаладан, Ақтөбеден, мысалы, өздері соны істеп, өздері жергілікті құзырлы орган прокуратураға барып, тындырып, өздері істей берсе. Сосын міндетті түрде, достар, осы қағаздар бізге бәрі орталық централизованный болу керек те, бізге келеді, біз соның бәрін жинаймыз. Сосын осы белгілі адвокат, заңгерлер, сосын даусыны қаттырақ шығарып, микрофон жоқ, естілмейді. Сосын достар, осы прокуратурадан алған жауаптарды, міне Мәкенға телефон береді, соның қағаздарды біз жинап жүрміз. Оригиналдарын, соны жинаймыз, сосын адвокат бар, Абзал Құспан, танымалы, белсенді, тәжірибелі. Соны бәрін жинап, генеральный прокуратураға талап қоямыз. Бізге сол қағаздар керек. Егер де оның қолынан келмесе, онда халықаралық деңгейге шығамыз да, түркі елдес одағы бар ғой, соған қазақ елі егер де өз қазақ тілін қорғалмаса, онда сол түркі елдес одаққа барамыз да, айтамыз, көмектесіңдер мұнда. Жоқ, оған жеткізбеспіз, өзіміз шамамыз жетеді, Абзал Құспан біледі ғой. Сондықтан бірінші өзіміздің генеральный прокуратура егер де қазақ тілін және конституциясын осы заң қабылдаған, оған президент қол қойған, нүктеп шегелеп мемлекеттік тіл қазақ тілі. Осыны егер де олардың қолдарынан келмесе, біз халық қазаққа өзіміз қолымызға алу керек. Өйткені сосын тағы бір қызық айтайын. 1997 жылы осы тақырыпты депутат болып тұрғанда Мұхтар Шаханов ағамыз Игорь Роговқа депутаттық сауал жазды. Сонда айтты, мынау қазақ тілі мен орыс тілін теңдеуге бола ма? Мемлекеттік тілі қазақ тілі ғой, неге орыс тілін жазып қойғансыңдар деді. Сонда Игорь Рогов мырза мықты айтты. Ол айтты, орыс тілін ешқашан мемлекеттік қазақ тілімен теңдеуге болмайды деп нүкте қойған. Сондықтан достар, мемлекеттік тіл тек қана қазақ тілі. Бұл заңнамада жазылған тілдер, қазақ тілдер заңын алсаңыздар 200 теңге тұрады кітапшасы. Сонда нақты, бірақ орыс тілінде ғана, бірақ онда күшті жазылған. Государственным языком в Казахстане является казахский язык. Приравнивать русский язык к государственному языку недопустимо деп оны жаңағы Конституция сотының төрағасы Рогов айтқан. Рогов айтты. Бірақ енді біз сүйеніп отырған ата заңымыз Конституция, оның 7-ші бабы бар. Мемлекеттік тіл қазақ тілі деген. Болды, басқа тіл жоқ. Әрқайсымыз өз құқығымызды өзіміз қорғауымыз керек. Әр қазақ басын көтеріп, салпимай, бос жүрмей, өзіміз алыспасақ, ешкім бізді қорғамайды. Бірақ қазір енді мына Қуат бар, Абзал Құспан бар. Ол кісі заңгер, талай қасқыр, түлкі, борсықты алған кісі ғой, осы өз саласында жүріп. Сөйтек онда жалғастырайық. Сәттілік тілеймін. Мәке, есік ашық, мысалы, бәріне де есік ашық. Осы тіл майдан жобасында қазір саясаткер Досқошым ағамыз айтып жатырды. Сол кісіге рахмет айтатын, мынандай деңгейде ол өзі жаяу келіп, бізді сотта бізді қолдап, қатысып айтады, жігіттер, мен де сендерге қосылғым келеді. Сондай кісі, мысалы, күйеулер айтып жүрсе, сендер кісі маған келіңдер. Өзі келіп, сондықтан осы тіл майдан жобасына есік ашық. Бәріміз бір фронт болып жұмыс істейік. Мына телефонға хабарласыңыздар. Тіл майдан деген аты жақсы екен. Расында да майдан, расында да шайқас. Сол қазақтар қазақ болуға ұялмайды. Оның бірде бір жолы ол қазақша сөйлеу. Өйткені достар, мен
өзім Қостанайдың тумасымын. Орысша садикке бардым, орысша оқыған, орысша университет, орысша сөйлеп ойлаған адаммын. Бірақ мен өзімді өзгерттім ғой. Қалпына келдім. Иә, өзім өйткені қазақ болып, қазақша сөйлемеу, бұл мынау политиктер айтады, политологтар орысша, ол ештеңе. Мен айтам, ол ең надандық. Егерде өз ана тілін менсінбесе, қандай профессор болып кетсе, ол болмайды. Иә, дұрыс айтасың. Сол ағайын, бүгіндікке қоштасайық. Сендерге сәттілік, жұмыстарың жемісті болсын, бәріміз қосыламыз. Бәріміз осы майданның жауынгеріміз. Жақсы онда. Амандықта жүздесейік. Бәріне сәлем.